Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі бағдарламада өткен сабақтың жалғасы ретінде кірпігінен қырау тамған Халидтің қолбасшылық еткен шайқастарының ең маңыздыларына тоқталуды жөн көрдік. Егер соңына дейін тыңдасаңыз, оның бекерден бекер Алланың қылышы деп аталмағанына көз жеткізесіз. Сондай ұлы тұлғаның ерліктерін айтпай, жетім қыздың тойындай қылып тастап кетсек, сын болары анық. Сонымен, пайғамбар Алланың оған салауат сәлемдері болсын дүниеден өтіп, Абу Бәкір ас-Сиддиқ халифа болып сайланғанда, араб жазирасындағылар топ-топ болып діннен шыға бастады. Бірі зекет бермейміз десе, енді бірі маған пайғамбарлық келіп жатыр дегендердің артынан еріп кетті. Солардың бірі Нәжид жеріндегі Буза халық бір кездері пайғамбардың жанында отырып исламды қабылдаған. Кейіннен өзім пайғамбар болып жатырмын деп иегі қышыған Тулайха ибн Хуайлид әл-Асади еді. Халифа Абу Бәкір Халид ибн Валидті әскермен жіберіп, әлгі Буза халықтардың сазайын тарттырады. Халид бұл шайқаста жеңіске жетіп, әлгі жалған пайғамбар Тулайха ибн Хуайлид әйелін алып Шамға қарай қашып кетеді. Бірақ ол кейін исламды қайта қабылдайды. Одан босап Халид дереу Ямама жеріндегі тағы бір өтірікші пайғамбар Мусайлама әл-Кәззабқа қарай жол тартады. Ол жерде де 13 мың мұсылман әскермен 40 мыңдық Мусайламаның әскерінің тас талқанын шығарып, бақшадағы өліктердің көптігінен сол шайқас өлім бақшасы деп аталды. Ал әлгі Мусайламаны бір кездері Хамзаны өлтіріп, бостандық алып мұсылман болған Уахши есімді сахаба найзаға да өлтіреді. Бұл шайқаста көп ғалым сахабалардың шахид болу себебінен Абу Бәкір ас-Сиддиқ Құран кәрімді бір кітапқа жинауға шешім қабылдайды. Хижреттің 12-ші жылы болғанда халифа Абу Бәкір Халидті басшы қылып Дауматул Жандалға, одан әрі Парсы империясына жібереді. Азғантай әскермен жүрек жұтқан Халид Дауматул Жандалға жетіп, бір кездері Нұх пайғамбардың қауымы құдай тұтқан Уадда есімді пұттың парша-паршасын шығарып, одан әрі қарай Иракқа бет алып, 18 мың әскермен парсылардың 40 мың әскерін Зәтүс-Сәләсіл деп аталатын шайқаста аяғын аспаннан келтіреді. Парсылар бұл соғыста қорқып қашпаулары үшін бір-біріне жалғанған шынжырлармен байланған еді. Алайда Парсы қолбасшысы Хурмуз Халидті жекпе-жекке шақырып, ақыр соңы басынан айырылып қалады да, әскері тым-тырақай қашады. Одан әрі Халид қазіргі Ирактағы Хира жерінде Сасанилер империясымен кездесіп, олардың ойран топанын шығарады. Халидтің ерліктері Парсы императорларына жеткенде, көздері шараларынан шығып, балақтағы бит басқа шықты деген осы деп не істерлерін білмей сасады. Ал Халид одан әрі жүріп, Ефрат өзенінің жанында парсылармен кездесіп, Улжа деп аталатын шайқас орын алады. 40 мыңға жуық парсыға 15 мың мұсылманмен қарсы шайқасып, 20 мыңға жуық парсына жер жастандырады. Әлбетте Халид жолда исламды қабылдаған немесе жизия төлеуге келіскен қалаларға саусағының ұшында тигізбеді. Одан әрі Халид әскерімен Әл-Мадих деген Ирактың жерінде парсылардың 15 мыңнан астам әскерін қолбасшылары Бәхманмен бірге қосып жайратып салады. Одан әрі Ефрат өзенін жағалай жүріп отырып, Халид парсылардың 70 мыңға жуық әскерімен Улайис деп аталатын шайқаста кездесіп, жекпе-жекте қолбасшыларын күлін көкке ұшырады. Ефрат өзеніне құлаған өрекселердің қанынан өзен қып-қызыл түске боялады. Парсылар жүнтерілері сыпырылып бұл шайқастан да бастары салбырап қайтады. Халидтің аты асқақтап, атын есіткен қолбасшы тәлтіректеп қалатын жағдайға жетті. Әрмен қарай жүріп, Халид парсы сасаниттерін Әл-Хайра, Әл-Фарат, Әз-Замил, Әнбар, Әл-Мазар секілді шайқастарда аз әскерімен жауды мұрттай ұшырып, екі көздерін төрт қылады. Парсылардан босағанда халифа Абу Бәкірден хат келіп, дереу Шамдағы шайқастарға жол тартады. Хижреттің 13-ші жылы Шамға жете сала, византиялықтар мен Әжнадин, Фахал, Мараж Рахид, Мараж Сафар, Мараж Әд-Дибаж, Яқуса сынды қанды шайқастарда византиялықтардың саны 3 есе, 4 есе көп болса да ойратып салады. Қорқыныш билеген византиялықтар мына Халид адамның баласы емес шығар деп таңдайларын қағады. Халид болса одан әрі Абу Убайда ибн Жаррахпен бірге Шамның жүрегі болып есептелетін ең ежелгі қалалар
Бусра мен Дамасканы ашып мұсылмандардың қолына тапсырады. Осындай жеңіс артынан жеңіс орын алғанда Абу Бакр ас-Сыддық дүниеден өтіп, халифалық Омар әл-Фаруққа өтеді. Хижреттің 15-ші жылы болғанда мұсылмандар адамзат тарихындағы ең ұлы шайқасты бастан өткереді. Әлбетте ол Ярмук. Бұл шайқаста да Халидтің әскері жеңіске жетеді. Соғыс барысында Халид ибн Валид дулығасын жоғалтып алады. Оның ішінде пайғамбардың, Алланың оған салауат сәлемдері болсын, шашы болатын. Дегенмен жабылып іздеп, соғыс біткенде тозып кеткен дулығасын тауып алып, басына қайта киіп алады. Бұл шайқас туралы түсірілген арнайы бағдарламаны каналымыздан көрсеңіздер болады. Бұдан кейін ең үлкен қала Химсты ашады. Одан соң қасиетті мекен Құддысты, Әл-Ақса мешітін мұсылмандарға қайтарғанда, Халид Шамдағы негізгі қолбасшы Абу Убайда Амр ибн Жаррахтың жанында болады. Абу Убайда Халидтің тактикаларынан қайран қалатын. Осындай жеңістер жеңіске ұласып жатқанда, адамдар Халид бар жерде жеңіс бар. Махзум руынан шыққан біздің Халидті көрдіңдер ме? Екі империяны да жайратты деген сияқты әңгімелер тарала бастайды. Сол кезде Омарға Халидтің тапқан мал дүниесін мән бермей есепсіз жұмсайтындығы, кейде ысырапқа кіріп кететіндігі жайлы хабарлар жетеді. Омар әл-Фаруқ Абу Убайдаға дереу хат жазып, Халидті қолбасшылықтан қатардағы жауынгерге түсіріп тастауға бұйырады. Абу Убайда Халидке айта алмай біраз уақыт қиналады. Алайда Халид бұл әңгімені өзгелерден естіп, халифаның әміріне бойұсынып, жай қатардағы жауынгер болуға келіседі. Омарға да себепсіз ренжімейді, себебі ол қолбасшы болу үшін емес, Алла үшін, дінді тарату үшін ұлы жолда еді. Осылайша хижреттің 15-ші жылы қасиетті Құдысқа Омар әл-Фаруқ өзі келіп, қаланың кілтін қолына алады. Хижреттің 16-ші жылы мұсылмандар Халаб қаласын ашқанда, және 17-ші жылы қазіргі Түркия шекарасындағы Мараш қаласын ашқанда Халид ибн Валид те әскердің қатарында болды. Бұның барлығында тек жеңіс туы желбіреді. Осылардан кейін Халид ибн Валид кіші қажылық өтеуге Мекке мен Мәдинаға бет алады. Мәдинаға барғанда халифа Омармен отырып түсіріп тастау себебін сұрағанда, Омар бар шындықты айтады да: «Ей Халид, Аллаға ант етейін, мен сені қатты жақсы көремін. Сен мен үшін ең қымбат сахабалардың бірісің» деп құшақтайды. Халид пен Омардың бір-біріне қатты ұқсайтындығы соншалықты, адамдар оның артынан қараған кезде ажырата алмайтын еді. Халид Мәдинадан шығып қайтадан Шам жеріне жол тартады. Хижреттің 21-ші жылы Химс қаласында туған жерден итарқасы қиянда дүние салу нәсіп болады. Исламды қабылдағаннан бері ат үстінен бір сәтке ажырай алмаған Халид, соғыстың көптігі оған Алланың кітабы Құранды жаттаудан тосып қойғандығын айтады. Өлім сәті келгенде Халид жанындағыларға: «100-ден аса шайқас көріп, денемнің бір қарыс сау жер қалмады. Кірмеген садақтың оғы, тимеген қылыштың жүзі жоқ. Ал міне жатысымды қара. Орнында жатып өлген есектер сияқты жан тапсырғалы тұрмын. Демек маған осылай жазылған екен. Дұшпанға қарсы шайқасуды жаңа үйленген алғашқы түнімнен де қатты жақсы көріп, әрбір ататын таңда атқа мініп шабуылдау үшін асыға күтетінмін. Егер мен өлсем, астымдағы атым мен қаруларымды Алла жолына пайдалануға беріңдер» деп халифа Омарға өсиет қалдырады да, төсегінде қазіргі Сирия мемлекетінің Химс қаласында 50-ден асқан шағында бұл дүниемен қош айтысып, дұшпандарын қуанышқа бөлейді. Сахабалар аналардың жатыры Халид сияқты еркекті дүниеге әкелуге қауқарсыз деген екен. Ал оның суық хабарын естіген Махзум тайпасының әйелдері өз-өздеріне ие бола алмай еңіреп жылап, көйлектерін жыртады. Бірақ халифа Омар ол істеріне тыйым салады. 10 жылдан астам уақыттың ішінде өшпейтіндей із қалдырған Халидті Алла тағала исламмен асқақтатты. Тіпті оның қуатын жауы да мойындады. Алланың қылышы соғыста өлмейді, өйткені оны ешкімде сындыра алмайды. Халид соғыста өлсе, дұшпандар пайғамбарларын құрғақ уәдемен қуырдақ қуырып берді деп табалар еді. Ал ол ешқашан өз әуегейлігінен сөйлемейді. Ол өзіне уахи еткенді ғана айтады. Сондықтан Халидке төсегінде жан тапсыру нәсіп етілді. Әрбір істің ақиқаты Аллаға ғана аян. Біз барынша толық әрі мейлінше қысқартып Халид ибн Валидтің өмірін айтуға тырыстық.
кемшіліктерімізді Алла кешіріп, баршамыздың мәртебемізді өзінің құзырында жоғары қылғай. Бойында еркектік сипаттары азайып, майдаланып бара жатқан замандастарымыз бен келер ұрпаққа бұл қайталанбас ұлы тұлғаның ерліктерін сіздер де жеткізуге үлес қосады деген үміттеміз. Келесі сахабаның өмірінде жүздескенше Алланың амандығы болсын.